Солтүстік Қазақстандық полицейлер этил спиртінің заңсыз айналымына тосқауыл қою мақсатындағы жұмыстарын жандандырды. Бұған қоса 21 жасқа дейінгі тұлғаларға алкоголь өнімдерін сату фактілерін анықтауға бағытталған тексеріс шараларда өз нәтижесін беруде. Этил спиртін заңсыз сатудың кезекті фактісі Егемен Қазақстан көшесі бойындағы көлік жайлардың бірінде орналасқан металл және шыны ыдыстарын қабылдау орнында анықталды. Қосының жұмысшысы спирт сатып жатқан жерінде ұсталды. Бұл іске қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Сұйықтық тәркіленіп, сараптамаға жіберілді. Было изъято 0,5 литра. Пластмасса ыдысқа құйылған 0,5 литр этил спирт тәркіленді. Аталған факті 2-ші полиция бөлімінің есеп кітабына енгізілді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 282 бабына сәйкес заңсыз алкоголь саудасымен айналысқаны үшін азаматқа 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу көзделеді. 19 жастағы бойжеткенге ішімдік сатқаны үшін ДСР ауданында орналасқан азық-түлік дүкенінің сатушысы да жауапкершілікке тартылмақ. Ол сыраны қыз балаға оның құжаттарын сұрамастан берген. Выявлен факт реализации алкогольной продукции. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 200-ші бабы бойынша алкоголь өнімдерін сату фактісі анықталды. Аталған баптың санкциясына сәйкес 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл қарастырылған. Жалпы жыл басынан бері заңсыз алкоголь өнімдерін сату бойынша 60-қа жуық факт анықталды. Полицейлердің айтуынша заңсыз ішімдік сату жайы ерекше бақылауда. Жуырда облыстық ішкі істер департаменті бастығы қала кәсіпкерімен спирт және алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымына қарсы күрес мәселесіне қатысты дөңгелек үстел өткізді. Кездесуге қатысқандардың бірі Дмитрий Кан. Обсудили план совместных действий. Бірлесіп істейтін шаралардың жоспарын талқыладық. Алдағы уақытта осы салада тығыз қарым-қатынаста жұмыс жүргіземіз деп шештік. Бұл ортақ істе бізге қолдау көрсететін серіктес іздеудеміз. Кәсіпкерлер мен тасымалдаушылардың полицейлермен келесі кездесу қаңтар айына жоспарланған. Лаура Талипова, ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.